Сәлем достар, бүгін салмасын әртүрлі қылып дайындауға болатын духовкада пирожки пісіретін боламыз. Ең алдымен жылы 150 мг су, жылы 150 мг сүт қажет болады. Оған 1 ас қасық қант, 1 ас қасық тұз қосып, ергенше араластырып аламыз. Ерген сары майды құйып, үстінен 50 мг сұйық май құйып, 1 шай қасық ашытқы салып, барлығын жақсылап араластырып, соңында ұнды қосып, қажетінше аз-аздан қосып отырып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Осындай жұмсақ болып шығу керек, қатты қылып жібермеңіздер. Енді бетін жауып 1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Салмасын жасауға кірісеміз. Мен картоп салмасын жасаймын, сондықтан картопты қайнатып алып, 1 пиязды, 1 үлкен пиязды турап майға қуырып аламын. Картопымыз пісті, суын төгіп тастаймыз. Үстіне жаңа қуырылған пиязды қосып, дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Жақсылап барлығын біркелкі етіп езіп шығамыз. Жақсы езілді. Енді суытып қоямыз. Қамырымыз көтеріліп дайын болды. 1,5 сағат өтті. Енді кішкентай бөліктерге бөлеміз. Он 12 бөлшекке бөлсеңіз болады. Осылай шар тәріздесті молақ етіп жасап аламыз, дайындап. Одан кейін оқтаудың көмегімен, әсіресе шеттерін жұқалау етіп жайып алып, салмасын салып, қалауыңызша әртүрлі қылып түйе беруге болады. Салмасын әртүрлі етіп жасауға болады. Орам жапырақпен, яғни капустамен сәбізді қуырып, немесе қайнатылған жұмыртқамен көк пиязды араластырып салма етіп жасасаңыз болады. Немесе етпен де жасай беруге болады. Өз қалауыңызша әртүрлі етіп осы рецептпен міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Май жағылған формамызға пирожкилерді осылай орналастырып, бетін жауып, тағы да 10 минутқа көтерілуге қалдырамыз. Міне беті жақсы көтерілген. Енді жұмыртқаның сарысын біркелкі етіп жағып шығамыз. Арнайы жағатын щеткамен жағуға болады. Менде ондай жоқ, сондықтан қолмен жағып шықтым. Енді қалауларыңызша осындай шанышқының көмегімен узор жасауға болады. Немесе жасамай қойсаңыз да жақсы шығады. Бетіне кунжут немесе мак себуге де болады. Қаласаңыз сеппей ақ қойыңыз.
180 градус қызып тұрған духовкада 40 минуттай беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне дайын болды. Видео ұнап жатса, қазақша контентті қолдап, лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыз. Назарыңызға рахмет.